Рубрика «Кім мықты?» Бүгінгі видеода Бека Бұйрабас және Бағлантай. Видеоға лайк басып тіркел, алда қызықты вайындар саламын. Досым қазір үйге барған кезде папаның алдында айтып қойып жүрме, шегетініңді шетіңді түсін бе? Я құрсын, мен ішпеймін де шекпеймін ғой, жүрші. Абайна, позор шашпа, кімдермен араласасын деп айтады. Бала, қалайсың? Кім мынау? Папа досым ғой, қосайын деген. Ассалаумағалейкум аға, қалдыңыз қалай? Не жұмыс істейсің сен бала? Мен компьютер жинайтын аға. Бала десе, осы жас кезінен жұмыс жасау керек. Мен аға, ішпеймін, шекпеймін, айлада жүрмеймін. Қуатпын. Жоқ аға, мен қыздарға бармаймын, пәкпін ғой мен. Қуасың. Не күліп отырсың, шешеңді салайын. Мала десе, осы пәк болып жүру керек. Атағы мен аға намаз оқимын, 5 уақыт оқимын. Жұманы да қалдырмаймын. Мынау дейтін актер ғой таза. Мала десе, намаз оқып жүрсің, мала десе, красавчик жігітсің ғой. Садақа беріп тұрам аға, садақа. Қумаш қус, мала десе, осылай болып жүру керек міне. Красавчик бала екенсің. Дұрыс, осындайлармен дос бол балам, мен кеттім. Қуасың ба, қус, таза актерсың ғой, мал шеше. Алқашсың ғой сен, қалай балдар жоқ кет. Жүрші болды, шекшім. Темекі тартайық, жүріп кет. Темек тартайықсыныз, шейіксініз, мынау. Қотақпас екен мен, жақсы аға. Папа, не болып қалды? Осы құлағы емдейтіндер не дейтін еді? Лор. Сор. Айуан. Сауап өзіңе де. Айбай. Шай қойын ба, шай ішесіңдер ма? Не болған мына балаға? Мен ішен жоқ ме. Құлағым есіме алды. Ойбай, масқара мынау. Құлақ шекеден дейді ғой. Папаң ұрды ма? Ұрдым. Өзімнен де бар, өзімнен де. Не деді ол саған? Мынау құлақ емдейтіндер не дейтін еді? Лор. Сор. Құлағың есіме өтсе бар ғой. Мен как раз мынау Оталайф дейтінді алып қойдым. Құлақтың шумы, бастың ауруы, құлақтың кәдімгі қан айналымы жақсарып, стресстен құтылып, рахаттанып қаласың. Күшті ғой? Мә, ішіп ал. Сенің де құлағың ауырып отыр ма? Не қылам мен? Тіс керек маған, тіс. Сауап. Сквозняк болып тұр ма? Сквозняк. Бала, мен дүкенге кетіп бара жатырмын. Ініңе қарап қой. Тамағын бер, тосып отыр, ұмытпа. Мама, тамағын берем, ұрмайым, ұрыспайым. Ұрып көрсен, еще қолың сындырам мен сен. Атош балам, ойнай тұр ағаңмен қазір келем, я? Мама, аға тамақ ішем. Анаяққа бөлмеге барып өзің тамақ жей бер, я ма? Жүр, тез тамақ беріп тастайын, жүр. Аға піштейм. Жүр, піштейсің ба, жүр. Піштетіп келем, жүр. Папалям, көре бер, я? Мен ұйықтап алам, я ма? Атош маған су әкелпейші бір. Я, бір су әкелпейші. Не істеп отырмын ол? Ақша түседі. Ақша шақырады деп қышынып жүргенге бір ай болды ғой уже. Келетін ақша келетін еді ғой уже. Тірлік істесейші, адам ұқсап. Я, болып қойшы. Ырым ғой сондай ақша шақыратын, отшы тыныш. Ақшаға көміліп қалмасақ болды. Ырымға сенген ырби бөледі деп. Сорлы. Ақша жоқты үйге қонақ шақыр. Қасық қой әшейін түскен. Қасықты нақып түсіріп отырсың. Келетін қонаққа сәл жазып ызбандайтын жер. Тарифіміз жоқ қой біздің. Тариф салу керек сол үшін. Тарифқа миыңды қатырмай-ақ қой. Жай. Geekstreet деген бар қазір. Geekstreet гигабайттар 100 теңгеден. Жақсы екен. Содан ақ салдырып аламын. Естігем мен де. Семейный тарифтен шыға саламыз құрсын. 100 теңге берсе онда салып алайық та. Дастарханның астына тығып қойған тиінім бар еді. Оның астына тығып жүрсің. Ақша шақырады деп. Молодец. Қақтаман жердегі тиін. Оны ақ қойдым ғой мен. Пітір садақа бердім. Пішті сорлы. Пітір садақа 750 теңге қой қазір. Құш. Бізге береді ғой адамдар, малау. Сен келін ана күйіңе жалбыт сетіп тұрсың? Жалбыт сетсем өзгеуіме жалбыт сетіп жатыр. Не болды сонша, көтіңе кірді ма? Жоқ мама, ештеңе деген жоқпын ғой мен. Сен неге қонақтарды күтуге міндетті емеспін деп отырсың, Енді міндетті емеспін ғой не? Қонақ шақырсаң өзіңнің қонағың? Жоқ мама, шақыра беріңіз, мен ешқандай қатысым жоқ. Бәрін күтіп алам ғой, я. Сенің жаста келін болып түскенде 100 адамға шай құйғам мен. 100 адамға ет берген мен. Сен 100 адамға ет берді екен деп мен де беруім керек па не? Не дейсің? Ой мама, кешіріңіз деймін, 100 адам дейтін былай тұрсын, 200 адамға құл болып жұмыс жасаймын мама. Сосын мен ана көйлектеріңді үтіктеп қой, тігіп қой жыртық жерін. Қолың жоқ па не? Үтігің бар ғой, өзің үтікте тұр да. Деловая такая. Болды мама, бәрін үтіктеп қоям, тігіп қоям, трусиіңізге дейін алып жуып қоям, құрсын уайымдамам. Мама, мен мамама алтын алайық, я? Тойға алтын тағайық. Алтын тағатын алтын адам бет шешең? Жоқ ешқандай алтын. Өзінде жоқ алтын. Болды құрсы келін, алтын тағамыз. Үстінен астан алтын жалатамыз. Сосын бір жерін жалатамыз. Болды. Так, қыраным, жолбарысым, бала күндеріңде орындалмай қалған армандарыңды айтыңдар, гештальттарыңды жабам. Мен машина ғой сол баяғыдан. Мен саған BMW X5 берем.
жарай ма? Ортаңның бір гүлі болып, абыройлы болып жүрсей. Рахмет. Әкешім. Кенже балам, саған спортивный велик әперем. Ес. Анау марафондарыңа құр жүгіре бермей, великпен де қатыссай. Болды ғой. Саған ортаншы бола. Саған не жоқ? Біраз нәрсе жоқ қой негіз менде. Жоқ, саған не жоқ деймей. Сен одан да мыналарға көрімдік бер. Түсіндің бе? 100 теңге берсеңші маған. Не істейсің ғой, не қылмақшысың? Көріп отырсың мыналарға қаншама дүние әперіп отыр. Гигстриттен гигабайт аламын 100 теңгеге. Гигстрит. Актив, Теле2, Билайн. Бәрі бар ма? Бәрі бар, бәрі бар. Милау, сенде телефон жоқ қой? Құдай. Мандараж. Телефон алып алдың ба сен далбан? Неге ана помидорға изменять етіп тұрсың мына макаронмен? Не ұзын болып болды ма не? Проблемаң шешіле ма сен помидорды турап тастайын? Құдай сақтасын, мама. Не болды сен балаға? Мама тыныштық па? Не болды помидорға? Не болды? Мына помидор изменять етіп жүр мына макаронмен. Интернеттен көрдім. Мама үйде отыра беріп алжиын деп тұрды. Папа, не болды шешең сайын баласы? Папа, прикинь, мама қуып жатыр. Помидормен сөйлесіп жатыр. Папа, макаронға изменять жасадың деп жатыр, папа. Қумашы шешең сайын баласы, не айтып отырсың? Жүрші, папа, өзің көресің, жүрші. Қатын, тыныштық па? Тыныштық емес болып тұр ғой сол. Мына сорлы помидор. Мына морковпен измена жасап жүр. Уальт деп тастайын. Помидор сен қумаш қатын. Ол жейтін зат қой, қалай измена жасайды? Сен басың істемей. Қайсы қызуың көтеріліп тұрған жоқ. Прикол ұстап отырсың сен маған? Қара міне интернетте, міне қара. Сөйлейтін. Қайсы шешеңсің, әкеш? Балам, мынау не? Папа, бұл искусственный интеллект қой, өтірік зат қой бұл. Қатын, қумашы шешеңсің, искусственный интеллект дейді, мынау таста бар. Сендер немен тупой көріп отырсыңдар ма? Қазір мен мынау уальт деп тастаймын. Уальт етемін қазір. Берген екеуіңді де уальт етемін сен қотақ. Не болды? Маған не сыйлайсың? Не сыйлаған не сый? 8 наурыз ғой, ертең. Не болып 8 март болса? Біздің мейрамымыз шығар. Мейрам болса болды. Өзім сыйладым. Сорлысың ғой, сорлы. Осы ғой жылда айтатының. Тойдық қой саған. Көрем ғой ертең. Іздейм ғой. Нахұрыс подарок ма сондайларды іздейм ғой. Ай, түсмай, шешең. Сауап болды. Кімнің вайны күлкілі болды? Комментке жаз және каналға тіркеліп лайк бас.